Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет қарақұмықтан жасалған тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамды дайындау үшін бізге ет, сәбіз, пияз, картошка, тәтті бұрыш, қызанақ және қарақұмық қажет болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Менің пайдалы кеңестерім мен видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Осылайша қазақ тілді арналардың дамуына өз үлестеріңізді қосып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Етімізді осылай ұсақ етіп турап аламыз. Шаршы етіп, одан кейін пиязымызды жарты сақина түрінде осылай турап шығамыз. Тәтті бұрышты да осылайша ұзынша етіп турап аламыз. Қызанағымызды да ұзынша етіп ұсақтап турап шығамыз. Негізі мен бұл қарақұмық тамағына қызанақ қосқанды жақсы көрем. Маған қызанақтың тамақтың ішіндегі шығып тұрған өзінің бір ерекше дәмі бар ғой, сәл қышқылдау, сол дәмі ұнайды. Сондықтан да міндетті түрде қызанақты да қосамын. Сосын картошканы осылай жұқалап турап шығамыз. Мінекей біз қажетті заттарымыздың бәрін турап дайындап қойдық. Бұған аса көп көкөністер, заттар қажет емес. Үйдегі бар заттармен осылайша жасаймыз. Гречкамызды да алдын ала суға 5-6 рет жуып, тазалап аламыз. Қызып тұрған отқа қазанымызды қоямыз, майымызды құямыз. Одан соң етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Мен бүгін бұл тағамды жылқы етінен жасап жатырмын. Етімді кішкене жақсылап қуырып алғым келіп тұр. Сондықтан да алдыменен етімді салдым. Жақсылап етімді жұмсартып, қуырып алғаннан кейін барып пиязымды саламын. Жақсылап қуырылып жатқан кезде отты пәсейтіп қойып, пәс отта 25-30 минутта етімді жақсылап бұқтырып, қуырып аламын. Етімнің кішкене жұмсарғанын күтемін. Одан кейін барып пиязымды саламын. Пиязым сарғайғанша, қызарғанша жақсылап қуырып аламын одан соң. Негізі қандай тағам пісірсең де етін ұзақтау 30 минуттай бұқтырып алған өте жақсы. Етіңіз сонда жұмсақ болып піседі. Мінекей менің пиязым да қызарып қалды. Енді оның үстіне қалған көкөністерімізді салып қуырамыз. Тәтті бұрышымды, сәбізімді салдым. Және қызанағымды салдым. Бәрін бірге сала салдым. Енді осы көкөністердің барлығын жақсылап, қозғап, осылай қуырып аламыз. Жақсы қуырылып жатқан кезде пәс отқа қойып 3-4 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Одан соң картошкасын саламыз. Картошканы да солай жақсылап қозғап, жақсылап қуырылып жатқан кезде отын пәсейтіп 5 минуттай қуырып аламыз, бұқтырып. Сосын 5 минуттан соң суын құямыз.
Өте көп суу куюудун кажети жок. Кичкене картошкадан этимизден асып туратындай этип суу куябыз. Тамактын дәмине карай тузун салабыз. Сөйтүп какпагын жауып коябыз. Минекей кайнап жатыр биздин суумуз тамагыбыздын. Енді гречкамызды, кара кумукты салабыз казанга. Сөйтүп барлыгын жакшылап аралаштырабыз. Одан кийин жакшылап кайнап аткан кезде отун пасейтип коюп 30 минуттай кара кумукты писирип алабыз. Көрүп тургандарыңыздай, суу кичкене гана асып туруу керек. Минекей менин тамагымда дайым болуп калды. Буу буркурап, ийси керемет аңкып, мурунду жарып бара жатыр. Керемет тагам болуп бизди. Негизи анда-санда осы кара кумуктан да үйдө тамак азырлеп жеп турган дурус. Минекей тамагыбыз дайым болду. Енді дастарханга апаруу үчүн тарелкага тамагыбызды салабыз. Эгерде сиздерге менин жасаган бүгүнкү тамагым унап жатса, менин каналыма тиркелип кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер де осылай үйдө жасап көрүңүздөр. Өте керемет тагам. Және де кызанактан салат жасап койсоңуздар, тагамдын бетине салып жесеңиздер өте керемет болот. Назар коюп тыңдагандарыңыз үчүн үлкен рахмет. Сау болуңуздар.